Мен қылмыс жасаған емеспін. Тергеуде алдап алданғандарға растамаймын. Мен совет билігін ешқашан жақсы көрген емеспін, бірақ мойындаймын. Әдебиетте ешкім мақтан үшін жазбайды. Ол мінезден туады. Маған табылған бүткіл жаман ақпараттардың бәрін танытып, бірақ олардың ешқайсысын мойындамаймын. Тым болмаса екі жылда тұрмадым. Ішімде тұрып қалған айыпты шығара алмай күйіп қоямын. 20 ғасырдың 30 жылдары халқымызға ұлы оқиғалардың есте сақталған. Соның ішінде мың өлім, мың тірілген, халықтың басынан кешкен 1930-1938 жылдары өте ауыр азапты кезең болды. Егемен ел, тәуелсіз мемлекет жолында сарт еткен Міржақып Дулат, Жүсіпбек Аймауыт, Сұлтанмахмұт Торайғаров сынды алаш арыстары, сұрқия саясат құрбандары болды. Алаш партиясының негізгі мақсаты алаш автономиясын құру болды. Алаш арыстарының арманы егемендік алу. 52 жылдан соң 1990 жылы 25 қазан күні осы арман мақсатына жетті. Қазақ КСР-ның жоғары кеңес бойының шешімімен Қазақ КСР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданды. Тәуелсіздік тамашалығын білген ел. Көрмей тұрған әрбір елде бір кемде. Егеменді ел берейін өсіріп, ежелдердің тыныш өмір сүрейді. Арман болған қазағыма ежелден, сонау заман ашаршылық кезеңнен. 33-ші отан бұдық тәуелсіз 90-шы қадірін сеземмен. Көз жіберсе көтерілген тірелген бабаманды адашамдай көрінбек. Одан болсақ бір кездері өзгеде, қазір елім ең байлыққа көздеген. Тұғырлы болып тәуелсіздік аңсаған соға берсін тыныштықпен аңсамал. Тәуелсіздік ашық жарқын торғасын, қуаныштың бақыт беріп бар жатыр.